Менің жасым ол кезде 15-те болатын. Және де мен кешке таман шығып далада түрлі көріністерге қарап отыратын едім. Ал жаныма қарасам, досым келіп қалыпты. Ол кезде орманның іші едәуір жарық болатын. Біз досымыз екеуміз әңгіме айттық. Ол әңгімеміз жай әңгіме емес еді. Ол өте қорқынышты әңгімелердің бірі болды. Мен қорқынышты әңгімелерімді досыма айтайын деп бастаған сәтте біреу менің артымнан аңдып тұрғандай болды. Менің елестетуімше оның көздері қызыл болды. Біреу бізді аңдып тұрғандай тағы да мен бір нәрсені көрдім. Жан-жағыма жалтақтап қарай бердім. Қорқып кеттім. Бір кезде шөптің арасы қимылдап, арасынан бір кішкентай тышқан шықты. Досым қатты күлді. Бір кезде қас қарайып кетті. Досымнан не болды деп сұрағанда, менің үйге қайтатын уақытым деді. Бірақ досыма сен неге қайғырасың дедім. Мен қатты жынданып кеттім. Бір шеті жаурап та тұрдым. Мен де үйге қайтқым келді. Досым айтты, менің қайғыратын себебім үйім орманның арғы жағында деді. Ал орманда түрлі құбыжықтар болатын. Бір кезде жақындап қарағанда, ол жерде қызыл көзді бір адам бізге қарап тұрды. Мен орнымнан тұрдым. Және де досымның жанына бардым. Қорқып кеттім. Досымның қолын қатты қысып ұстап тұрдым. Ол адам бізге қайтадан қарады. Қолын ағашқа қысып ұстап алған. Оның артында бір түсініксіз нәрселер болды. Ол қызыл көзімен қатты бақырайып қарап тұра берді. Мен қатты қорқып кеттім. Бір кезде ол бізге қарай жақындай бастады. Ол бізге қарап тағы да күлді. Мен қорқып артқа шегіне бердім. Досым маған айтты, сен ана жердегі есікке бар деді. Сонда кір деді. Ал құбыжық бізге қарай жақындай берді. Мен сасқалақтағанымнан ештеңе жасай алмадым. Бірақ барлық күшімді жидым. Досым маған айтты, сен бар, саған бар деп айттым деді. Мен қорқып тұрдым. Құбыжық бізге қарай жақындай берді. Мен сол кезде ештеңе де істей алмадым. Бірақ досымның айтқанына құлақ астым. Есікке қарай қатты жүгіре бердім. Бірақ бір шеті досыма да жаным ашып тұрды. Досым артына қарамай тез жүгір деді. Ал мен жүгіре бердім. Бір кезде есіктің ішіне қарай кіргенде досым да менің артымнан ілесіп кетті. Біз ол әңгімені әкеме айтып бердім. Және де әкем бізге ол жерде өте қорқынышты оқиғаның 10 жыл бұрын болғанын айтып берді. Тіпті ол қорқынышты оқиғасын әкем өз телефонынан да көрсетті. Ал досым таң атқаннан кейін кетіп қалды. Сәлден кейін ол жерде құбыжықтар да пайда бола бастады. Ол құбыжықтар өте қорқынышты болатын. Мен ол құбыжықтарды компьютерден де соңында көре бастадым.